Қайырлы күн достар, мені YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін түскі немесе кешкі асқа бір жасағаннан өте дәмді болып шығатын спагеттиден патлиф қосылған ыстық тағам дайындайтын боламыз. Бірінші майымызды қыздырып аламыз, үстінен туралған етімізді салып қызарғанша қуырамыз. Етімізді барынша қып-қызыл етіп қуырып алдық. Енді үстінен пиязымызды, дәміне қарай тұз, қара бұрыш, бір ас қасық соевый соусымызды салып, 10 минуттай тағы да қып-қызыл етіп қуырып аламыз. Пиязымыз бен етімізді қып-қызыл етіп жақсылап қуырып алдық. Үстінен сәбізімізді, картошкамызды, бір ас қасық томатымызды салып, 5 минутқа тағы да қуырамыз. Етімізді, картошкаларымызды, барлық қоспаларын жақсылап қып-қызыл етіп қуырып алдық. Үстінен қайнап тұрған суымызды керегінше құйып, 20 минутқа жай отта тағы да пісіріп аламыз. Алдын ала ыстық суымызды бөлек ыдыста қайнатып аламыз. Спагеттиімізді екіге бөліп сала отыра, арасын қозғай отыра, дәміне қарай тұзымызды салып, жақсылап бір 10 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей біздің тамағымыз дайын болды. Спагеттимізді осылай салып, үстінен патлифімізді құямыз. Өте дәмді болып шықты. Сіздерде міндетті түрде түскі немесе кешкі асқа үйлеріңізге жасап дайындап берсеңіздер болады. Назарларыңызға үлкен рахмет. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.